Шыңғыс хан өз кезінде Моңғолдың бар әскерін Орда өлкесін үшке бөлген. Өзі күнге қарап тұрып, оң жағын сонау Алтай тауына дейін жетіп жатқан Баруғар деп аталатын жағын оң қанат деп атаған. Оған Борчу Ноянды бастық еткен. Сол жағын, күншығыс жағын Цзин шекарасына дейін жететін Жоңғар деп аталатын тұсын Гоонг, яғни мемлекет князь атағы бар Мұхли Ноянға басқартқан. Ал өлке орталығының әскерінің билеушісі етіп Ная белгіленген. Шыңғыс хан өлгеннен кейін оң қанат батысқа дейін жердің басшылары Шағатай мен Бату саналған. Сол қанатын хан ордасының ошақ иесі Төле, інісі Отжиған және Есүңгі Ноян басқарған. Осы тәртіп бойынша Алтын Орданың да әскері екі қанатқа бөлінетін. Оң қанат Тан өзенінің батыс жағы. Бұған хан ұрпақтарының ұлысы Тан өзенінің төменгі шенінде болғандықтан Ноғай, Берке, Алтын Ордадағы Сибан ұрпақтары Батудың ортаншы ұлы Тоқты-ханның үшінші баласы, Алтын Орданың болашақ ханы Тудай Мөңке, Тоқты-ханның бірінші баласы Торбудың үлкен ұлы. Алтын Орданың тағы бір болашақ ханы Төле Бұқа жататын. Қанат ағасы Ноғай боп саналатын. Сол қанатқа ұлыстары Тан өзенінің күншығыс жағында Еділ бойынан сонау Мауреннахрға дейін созылған хан ұрпақтары кіретін. Сол қанаттың үлкендері Беркенің інісі Беркен-Жар мен Тоқты-ханның екінші баласы Мөңке Темір еді. Бұл қанатта Мөңке Темірдің 10 баласының ортаншысы Алтын Орданың тағы бір болашақ ханы Тоқтай да болатын. Ел шауып, жер жаулап алар соғыстарда алар жер осы екі қанаттың қайсысының тұсында өңірінде жатса, оған сол қанаттың әскері шығатын. Тек бүкіл Алтын Орда тарабынан қимылдайтын Шығыс Жағропаны алу тәрізді мемлекеттік үлкен соғыстарға ғана екі қанат бірдей қатысатын. Бұл ежелгі тәртіп. Бату өлгелі мұндай Алтын Орданың бар қосындары жауға аттанатын соғыс болмаған. Сондықтан да Ширван мен Грузияны құлағудан қайтарып алуға Ноғай бастаған оң қанаттың әскері аттанған. Ал Қайдуға қосылып Мауреннахр мен Хорасанды шабуға Беркен-Жар мен соңынан Мөңке Темір бастаған сол қанат жауынгерлері жіберілген. Ұлыс тәртібімен құрылған Алтын Орда көлемінде дәл осы тұста Ноғайдан алғыр да, білгір де әскери қолбасшы жоқ еді. Тек хан болуға таласар Шыңғыс хан жасысы бойынша қақы жоқ. Алтын Ордаға ие болар Батудың тікелей бала немерелері бар. Және жас жағынан қарағанда бұдан үлкен Батудың інілері де жоқ емес. Ал Ноғай құлағу тәрізді Шыңғыс жасысын мықты ұстайтын ұрпақ. Сондықтан да Беркеге қарсы шықпаған. Ал Берке хан болғаннан кейін бөтен жұртты билеу жөнінде екеуінің арасында үлкен жанжал да туып қалған. Беркенің хан сайлануына Ноғай қатты көмектескен. Сартақ пен Ұлақшы өлгеннен кейін Алтын Орданың оң қанатының ағасы Ноғайдың Батудан қалған екі ортаншы баласы Тоқты-хан мен Аюп ханға көңілі толмаған. Алтын Орда тәрізді алыпты басқаруға бұлардың қабілеті жетпейді деген. Оның үстіне мұсылман Беркені осы діндегі қыпшақтар мен оғыздардің жақтайтынын Ноғай білетін. Сондықтан оны қолдаған. Осындай әскер мен ұлыстың оң қанатының ағасы Ноғайдың қатты көмектесуі арқылы Қарақорымның дегені болмай Алтын Орда таласында Ноғай жағы жеңіп, Берке хан болған. Ростовтағы көтерілісті басқан жылы Берке мен Ноғай оңаша кездескен. Алтын Орданың болашағы екеуіне де қымбат. Сол себептен ашық сөйлескен. Не ойың бар мына орыс жұрты жайында деген Ноғай. Осылай бір оңғыны бір оңғыға айдап салып, түлкі қарсақ жинап жүре береміз бе? Байқа Берке, бұл өзіңе ұқсас көшпенді, мал баққан, сойыл ұстаған өгіз, қыпшақ, алан, башқұрт тәрізді ел емес. Шаруашылығы да, әдет ғұрпы да бөтен жұрт. Отырықшы және үлкен жұрт. Ертең Бату қандай алсын болжап алатын бір мықтысы шығып, бастарын
біріктірген күні өзіңе тап береді, өзіңді жем қылады. Өзің не ойлайсың деген Берке. Ел билеп отырған хансың ғой, ойлай жүргенің бар шығар, алдымен сен айт. Менің ойлап жүрген ештеңем жоқ, айта бер ақылыңды. Айтсам, Ноғай енді өз ойын еш бүкпен тайсыз жайып салған. Ана Қытай жеріне кірген Құбылай тәрізді Алтын Орда Орұсут жеріне кіру керек. Құбылай Қытайдың қандай патшасы болса, сенде Орұсуттың сондай патшасы болуың керек. Ішінде отырып билеу, сыртында тұрып түлкі қарсақ жинау емес. Қытайға кіріп Шыңғыс ханның ұлы хандығын жоғалтқан Құбылайдай Орұсут жеріне кіріп Алтын Ордадан айырыл дейсің бе? Жоқ, бұның болмайды. Және Орұсут сені оңай кіргізіп жатыр ма? Бұның барып тұрған үлкен соғыс қой. Соғыс болса ше, онда мынаны істе. Біртіндеп ана Орұсут оңғыларының орнына Алтын Орда адамдарын қой. Әр омағын моңғол, Алтын Орда бекзадалары басқарса, жай жұрты не істей алады? Жылы-жылы сөйлесең жылан інінен шығады, қатты-қатты сөйлесең мұсылман дінінен шығады деп. Тізеңді қаттырып батырып, ауыздықтап ұстап, бірте-бірте ол жерге Алтын Орда елін көбейтсе, Орұсут қайда барады? Құбылайға шоқынған ана Қытайлардай, олар да бізге шоқынады, бағынады. Орұсут Қытай емес, әлі білмей жүрсің бе? Жіберген адамдарыңды үй ішімен сол келген күн-ақ түнде өртеп жіберер. Сен тағы жібер, әскермен жібер. Көнбейді екен, қырып жойсын. Біреуін өлтіреді екен, екеуін өлтіреді екен, сен үшеуін жібер. Тартынбай бір жолата жаулап ал. Оған Алтын Орда моңғол түгіл, бүкіл жер жүзінің моңғол жетпес. Байқа Берке, деген ашуланып қалған Ноғай. Бүгін оған осыны сен істемесең, ертең әлденгенде осыны саған Орұсут істейді. Бүгін оны сен өлтірмесең, ертең сені ол өлтіреді. Бүгін олардың қалаларын, жерін басқаруға адамдарыңды сен жібермесең, ертең сенің жеріңе, қалаңа, сені басқаруға адамдарын ол жібереді. Бүгін сен оны моңғол етпесең, ертең ол сені Орұсутқа айналдырады. Байқа Берке, ол көп ел, қапы қалып өкініп жүрме. Байқа. Мен мұны әлде қашан байқағанмын, деді Берке әлденеден шаршағандай жүзі тез өзгеріп. Әттең кеш байқадым. Ноғай сұп-сұр болып кеткен. Сен не деп малтаң дезіп тұрсың? Бұл ханға айтылатын сөз емес еді. Хан бірақ ашуланбады. Бұны айтып тұрған әйгілі Ноғай болғандықтан ба, әлде өзінің сөзінің тым құбыжық көрінгенін сезгендіктен бе, әйтеуір ол тұнжырай түсті. Ноғай да қатты сөзді айтудың айтып қалса да тым артық кеткенін түсінді. Бірақ кешірім сұрамады. Дәл қазір оған өз басынан гөрі Алтын Орданың келешегі қымбат еді. Иә, солай, деді Берке қайтадан. Орда түтіні түзу ұшпайтын секілді, күдігім көп. Ноғай оған тесіле қарады. Өзі білетін Берке мұндай емес еді. Қараспанды су алтып дүниеге үмітсіз қарап тұрған дәрменсіз ханды ол бірінші рет көріп тұр. Айт, деді Ноғай Беркеге бұйырғандай етіп. Сен неге өйдейсің? Жан-жағыңа неге қарамайсың, деді Берке кенет басын көтеріп ашулана. Батудың қанды қылышы сонау теңіз шетіндегі елдерге дейін жарқылдаған. Сол күнді ойлап тұрып өзім қайран қаламын. Осы өңірде иемденгелі 50 жылдай өтіпті. Өз халіміз өзімізге аян ғой. Анау Орұсут елі күннен күнге күшейіп келеді. Растау, Ярасул, Сөздәл, Тібер, үстіктегі ереуілдердің күшін айтсан ғой, бәрінен де лапылдап жалын шашып тұр. Сен егер қолдарына от алып, қараңғы түнде бізге қарсы көтерілген халықты көрсең, долы толқынымен жұтып жіберетін бір алып теңіздерсің. Ал өз ордаңда тыныштық бар ма? Бастарын көтерсе басын ал. Аяма, қауіп тудыратын тірі құлдан қауіп тудырмайтын өлі құл артық. Мейлі, бірі де қалмасын. Бірақ одан қатер азаяйын деп тұрма. Шыбан деген шегіртке бар. Ана бір жылдары егінді бітік
өндіретін болғарлардың жерінен көргем. Неғұрлым көп өлтірсең, соғұрлым өсе береді. Тірісі өлгендерінің етін жеп көбейеді. Мысалға әлгі Сәлімгерей дегенді алайық. Алаңда бас көтерген құлдарды өз көзіммен көрген жоқ па? Көрді, ал соған қарамай, ол бізге қарсы күш жинап жатқан көрінеді. Сен оған күш жинатпа, ұстап алда соңынан еретін тобырларының алдында басын кес. Айтуға оңай. Тағы нең бар? Әлі айтарым көп. Берке сәл ойланып қалды да қайтадан сөйлеп кетті. Ұлы Бату қолына шоқпар, найза ұстаған көшпенділердің балаларынан тас сүйнектей боп құрылған, құмырсқадай қаптаған әскермен алыстағы теңіз жағасына дейін барды. Орысуттар тәрізді ұлы жұртты тізе бүктірді. Өз ордасын нығайтты. Ал уақыт асау теңіз тәрізді. Қандай жартасты болса да кеміріп жеп үлгереді. Ал біз қолынан найза, шоқпар ұстаған жұртты қамшымен бағындырған, сонау бабамыз Шыңғысханнан келе жатқан көшпенділердің ордасын құрғанда, сол ордамыз әлі уақыт деген тажалдың тегеуріне шыдайды деп сеніп құрдық па? Әрине сендік. Шыңғыс бабамыздың 9 құйрықты ақ сүлдесі мәңгі бақи әлем үстінде желбіріп тұрады дедік. Және оны құлатпаймыз деп те ойлаппыз ау. Міне біздің тағы бір қатеміз. Сондықтан біз сол шоқпар найзамызды ұстаған қалпымызда ат үстінде қалдық. Өзге жұрт егін ексе, біз солардың егінін өртедік, қару-жарағын тартып алдық. Жаңа айттым ғой, өзге елдер күшейіп келеді деп. Олар күшейген сайын өзінің отбасының амандығын тілеп бізге керек қаруын олар өзімізге қарсы кезенбейді дейсің бе? Сен Алтын Орданы ондай күйге жеткізбе, деді Ноғай қабатын көкжалдай гүргіретіп. Адам боп жаратылғалы қиянат, зорлық онымен бірге жаратылған. Ода мәңгі күштің бірі. Алтын Орда сол күштің тегеурінді алдаспаны. Аямай сілте. Берке басын шайқады. Алмас қылыш қанша мықты болғанмен де қара тасқа сала берсең, оның да жүзі мұқалады. Моңғолдың қисық қылышы алмастан да берік. Ол мұқалмайды, деді Ноғай озбырлана. Сол үшін де ұлы Шыңғысханның 9 құйрықты ақ туының астына иісі моңғолдың бәрі жиналған. Моңғол атаулының бәрі бір емес. Жоқ, бәрі бір. Бәрі бір болсын деп атамыз Шыңғысхан Арат, Рекш Араттың да аузына май жегізген, астына ат мінгізгені. Ол атамыз бүкіл моңғолды ондай күйге жеткізді деп кім айтты саған? Беркенің ашудан сары түсі қызыл күреңденіп кетті. Егер ол атамыз өз ұрпағын, нояндарын араттармен қатар қоятын болса, онда ол әлем иесі Шыңғысхан аталмас еді. Жоқ, ол атамыз кімнің кім екенін айыра білген. Егер сен айтқандай бар моңғол бір моңғол болса, егер ол атамыздың ордасы бар моңғолды бірдей жарылқаған болса, онда Арғұсын Хуршыны неге анандай сөзді айтты? Есіңде бар ма? Әлем иесі Шыңғысхан Солонгоны жеңіп патшасының сұлу қызына үйленіп, еліне қайтпай кешігіп жатқанда, соңынан іздеп келген Арғұсын Хуршыға балашағам аман ба, жұбайым аман ба деген сұрағына жаушының айтқаны: ұмытып қалсаң есіңе түсірейін. Жақсылықты бағалай білу үшін жамандықты да ұмыту керек. Берке Ноғайдың сөзін күтпей ашулы дауыспен Арғұсын Хуршының сөзін тақпақтай жөнелді. Жұбай, балаларың бәрі аман, бірақ халқыңның халін сен білмейсің. Жұбайың, балаларың бәрі аман, бірақ жұртыңның жайын сен білмейсің. Быт-шыт болған аузымен жеген тері ағаштың қабығы, еліңнің күй әрекетін сен білмейсің. Тілім ернімен ішкені қарасу қардың қалдығы, халқыңның дәстүр халін сен білмейсің. Екеуі де үн-түнсіз тұнжырай қалды. Ноғай енді Беркеге таңдана қарады. Расында да бұл бұрынғы Берке емес еді. Қаталдығы, алтын таққа құмарлығы қалмаса да, бұл бәтуасыз дүниеден түңіле бастаған, алтын тақтың үстінде отырудың өзі қандай қиын түсінген, бойын шарасыздық билеген Берке еді. Ноғай тағы гүр ете қалды. Сен мұндай күмәнмен ордаңды басқара алмайсың, деді кенет көзінен от шашып. Онда тағыңды маған бер.
Сонда көр орданың ұзақ өмір сүруіне не керек екенін. Берке мырс етіп күлді. Ноғайдың соңғы жылдардағы қылығынан Берке күптене де қорқа да бастаған. Ашуының үстінде сөздің ыңғайына қарай айтып қалғанда болсын, Ноғай енді сырын айдай ашық айтты. Бұл әрине Ноғай мен Беркенің арасында қандай ор жатқанын аңғарта түсті. Соңынан барып бұл Шыңғыс ханның тағы бір ұрпағы Тоқтай орда тағына отырғанда не Ноғай, не Тоқтай өлмей өткел бермес, қандай терең тұңғиыққа айналғанын көрсетті. Шынында да бұл орда билеушілерінің арасындағы алауыздықтың басталуы еді. Ал алауыздық жүрген жерде қандай іс болса да түйінін босатпай қоймайды. Алауыздық әсіресе бұларға қауіпті еді. Өйткені орда билеушісі Берке қандай мықты болса, ұлыс ағасы саналған Ноғайда соңынан ерген елі бар, қарулы әскері де мол, айта қаларлықтай күш иесі еді. Берке Ноғайдың ойының қай жарға апарып ұрғалы тұрғанын түсінді. Түсіне тұрып, бірден оны шаужайдан ала түсуге қауіптенді. Сондықтан ол жалтарма жауап берді. «Тағыңды маған бер дейсің бе?» деді ол, салқын езу тартып. «Мен оны құламайтын етемін дейсің ғой?» «Жоқ, Ноғай, орда іргесі менің кезімде де шайқалмайды. Бірақ әйтеуір іргесі берік болсын деген ой ғой менің айтпағым». Беркеден ештеңе шықпайтынын біліп, Ноғай ашуланып жүріп кеткен. Міне, содан бері екеуі араз. Берке оны ұрыншақ, кілең, соғыс деп тыныш жүргісі келмейді десе, Ноғай Беркені орда болашағын ойлай алмайтын бозөкпе, тек хан тағына отырғанына мәз деп, орда тағына лайықты адамды іздей бастаған. Мұны сезіп қалған Берке Ноғайдан құтылудың жолын іздеп, оны осы аттанысқа жіберген. Құлағумен соғысасың дегенді естігенде Ноғай шын қуанып қалған. Құлағудың күшейіп бара жатқанын бұл да білетін. Кешегі Шыңғыс жасысы бойынша Алтын Ордаға жататын Әзірбайжан мен Грузияның теріскей жағын басып алғанына да наразы еді. Енді сол жерлерді қайтару өзіне тапсырылып тұр. Ноғай бұл іске құлшына кіріскен. Және өзіне шын серік дос табамын десең, соғыстан ыңғайлы ештеңе жоқ. Мұнда адам бір кеудесін оққа төсеп адал дос бола алады. Оның үстіне Ноғай Беркенің өз ойынан шықпағанына қатты ренжіп қалған. Енді оған қарсы одақ ұйымдастыру да ойында бар еді. Міне, түбі сол одаққа керек болар деп, өз қолына кіріп қосылған хан ұрпақтарына көңілін ерекше бөлді. Әсіресе Батудың баласы Тоқты ханнан туған Тудай Мөңке мен сол Тоқты ханның немересі үлкен ұлы Тарбудан туған Төле Бұханы өзіне тарта бастады. Сәл есіл соқтау аңғал Тудай Мөңке шу дегеннен ақ Ноғайдың асыранды күшігі тәрізді бірден соңынан ерді. Алтын Ордаға хан өзім болмасам да айтқанынан шықпайтын осындай бір оғланды қойған жөн деді Ноғай. Ол Төле Бұқа Тудай Мөңкеден ұстамды да ақылды да еді. Бірақ бұл да Ноғайдың осы аттаныстағы ерлігін, айлакерлігін көңіліне қошамет етті. Осылай Ләшқар Қаши бұзырық өзге әмір нояндарға да ықпалды қатты жүргізіп, төңірегіндегі жұртты мықтап түйілдіре берді. Ал бұның қосындары бұл кезде Батуды алып, Шемаха мен Гүлжанға таяп қалған. Сәлімгерейді жүзбасы етіп, бұйрық берілсін деген күні бұнымен бірге Алтын Ордадан қашқан Қыпшақ жігіттерін өлтірілсін деп жазғырса да, олардың қандай тәсілмен өлуге тиісті екенін айтуға үлгірмей, Құлағу кеселі ұстап қатты ауырып қалған. Коломон мен Есірей серіктерін Құндызға жолықтырмай, ел темір сол күні-ақ Гүлжанға қарулы күзетшілермен жүргізіп жіберген. Ал тұтқын адамдарды қандай жазамен өлтіру Моңғол әдетінде үлкен орын алатын болғандықтан, бұл жөнінде Илханның ресми нұсқауын естімеген соң, өз еркімен олардың үкімін айтуға бата алмай, Қыпшақтың қашқын 5 жігітін ертеңге дейін бір шатырға қаматып қойған. Сол күні ел темір Сәлімгерейдің қарамағына тиісті 100 жігітін берген.
Жаңадан болған жүзбасы Саиджа қолына ертең жүруге рұқсат алған. Жаңа жүздікті орда сыртына шығарып, сайдың қойнауына түнеуге апарып тастаған. Бүгін осында ұйықтаңдар, ертең күн шыға жүреміз деген оларға. Сол күні ебін тауып, 9 қатынның кексе көңі арқылы күзетке алынған құндызбен жолыққан. Болған оқиғаның бәрін айтып берген. Сен Каламонның шіркеуді салып бітіргенін күт, ол тезірек салуға тырысамын деді. Ал мен енді тұтқындағы жігіттерді босатып алып, тау ішіне қашамын. Өзіміз секілді қашқындарды жинап алып, жасақ құрып, мықтылармен алысуға кірісеміз. Өзің көріп отырсың, Алтын Ордасы да, Илханы да бәрібір екен. Қайда барсаң сорлайтын біз екенбіз ғой. Бізге бәрібір теңдік жоқ екен. Сол теңдікті күшпен алуға кіріспекпіз. Тараби мен Бошман секілді қол жинап күресіп бағамыз деген. Сонда мен қайда қалам? Деген көзінен жасы мөлтілдей құндыз. Не істеймін? Одан да өздеріңмен бірге алып кет. Каламон босанбай саған бұл ордадан кетуге болмайды деген Сәлімгерей. Және бізбен бірге қазір сен жүре алмайсың. Қандай күйге ұшырайтынымызды қайдан білесің? Сен әзірге осында қал. Біз сені тастап кетпейміз. Ана кексе күң хабар жеткізіп тұрады. Ол сенің тұқымың, Қыпшақтың қызы екен. Бағана хан сарайынан бір ноянды көрдім. Әлі анығын білмеймін. Егер 20 жылдан бері менің іздеп жүрген жауызым Тайбулы осы ноян боп шықса, одан өшімді алмай кейін қайтпаймын. Түрі тым ұқсас. Аты жөнін әлі біле алғам жоқ. Әттең дүние-ай. Сәлімгерейдің әттең дүние-ай дейтіндей бар. Ол кезде Сәлімгерей 13-те еді. Шыңғысханнан жеңілген Керей руының біраз жұрты атамекен жерін тастап, Шығыс Түркістанға ауысқан. Соның ішінде Уан ханның жауынгері осы Сәлімгерейдің әкесі қолданда болған. 10 жыл өтпей Моңғол нояндары Шығыс Түркістанға да келген. Бұл арадағы халық қолына сойылын алып моңғолдарға қарсы шыққан. Бірақ нөпір жау оларды табанының астына салып таптап тастаған. Осы кезде еңгезердей қара ноян Тайбулының жасағы құз тастарды тасалай келіп, теріскей Алатауға қарай қашып бара жатқан қолданның тобының дәл үстінен шыққан. Олардың малын, дүние мүлкін талап алған. 13 жасар Сәлімгерейдің көзінше әлгі қара ноянның өзі бұрында ұрыс үстінде талай кезігіп жүрген қолданды танып, қылышпен шауып өлтірген. Сосын дәл осылай шешесін де шапқылаған. Бұны көрген бала құлындаған даусы құраққа шығып, қалың қарағайдың арасына қарай қаша жөнелген. Қара ноян бұны да өлтіретін еді. Не құл етіп еліне алып кететін еді. Тек ақылынан адаса жаздаған Сәлімгерей ойбайын салып, қалың ағаш ішіне қарай жүгіре берген. Аттылы ноян сәл қуа түскенде тоғайға кіре алмай қалып қойған. Сондағы қара ноян жасөспірім Сәлімгерейдің мәңгі есінде қалған. Артынан оның Тайбулы деген атын да білген. Және тірі қалған кемпір шал, қатын қалаш өлгендерін жерлегенде әке-шешесінің томпиған жас қабірінің басында тұрып, өсіп жігіт болғанда, Тайбулы ноянды көз алдында әке-шешесін қылышпен шапқылап өлтірген үшін өз қолымен бауыздаймын деп антын берген. Сол күннен бастап Тайбулы есінен шықпаған. 17-ге шығып, алғашқы рет Тарабидің жасағымен ұрысқа қатысқанында осы Тайбулы кездесер ме екен деп бір жебесін жеке ұстаған. Бірақ Тайбулы кездеспеген. Содан бері Сәлімгерей оны іздеумен болған. Біреулердің Қыпшақ жеріне кетті дегенінде құлағы шалып қалып, Тараби көтерілісі басылған күндері әлі моңғолдар алмаған бөтен жерге емес, Шыңғысханның туы желбіреген Алтын Ордаға қашқан. Шелкенені өлтіргеннен кейін тағы өзіне таныс жаққа емес, тау тасы жат Құлағу хандығына қарай беттеген. Бұлай етуінің де Каламонмен уәделесуінен басқа тағы бір себебі бар еді. Сәлімгерей осыдан 2 жыл бұрын Тайбулыны Құлағу хандығында деп естіген. Илхан шатырына кеп нояндар кіргенде, соның ішінде желке жүні үдірейген қара доңыздай Тайбулыны шырамытқан. Бірақ дәл сол ма,
әлде тым ұқсас біреуме анық-қанығына көзін жеткізгісі келген. Сәлімгерей Құндыздың шашының кесіліп қалғанын жаңа көрді. Іші удай ашып кетті. «Шашыңды неге кестің?» деді ол. «Өзім емес, ана». Құндыз солқылдап жылап жіберді. «Кім?» «Тоғыз қатын». «Неге кесті?» «Еркектер сенің шашыңа қызығады» дейді. Сәлімгерей булыға қалды. «Қап», деді ол, «тоғыз қатын түгіл, 40 қатын болсаң да, ат артына бір мінгіздірермін». Содан кейін Құндызға қарады. «Жарайды, басың аман болсын, шашың әлі өседі ғой» деді. «Рас па ағатай?» «Рас болғанда қандай? Каламонмен екеуіңнің тойыңда шашың бұрынғысындай жер төсеп жатады». «Ол тойды соншама ұзақ күтеміз бе ағатай?» «Жоқ, ұзақ күтпейсің» деді Сәлімгерей қызды жұбатып. «Шашың тез өседі, Каламон да шіркеуін тез салып бітіреді». «Айтқаның келсін ағатай». Бұл кезде қас қарайып қалған. Сәлімгерей Құндызды Каламонға аман тапсырмай елге қайтпайтын боп үйден шықты. Құндыз жылай-жылай қала берді. Оңтүстіктің ымырты тез қоюланатын әдеті ғой. Дала қап-қараңғы бола қалыпты. Сәлімгерей орда сыртындағы тұтқындар қамалған шатырдың бүйір тұсына кеп ұзақ жатты. 2 қадамдай еңбектейді де тағы жатады. Осылай ақырындап ол шатырға таяй түсті. Шатырдың түп жағынан бір топ ши көрінді. Сәлімгерей асықпай солай қарай еңбектеп келеді. Шатырды қорғап жалғыз жігіт тұр. «Бұл кім екен?» дейді ішінен Сәлімгерей. «Біреудің жалғызы ма?» Жолдастарын құтқарғалы келе жатқан ажалдың өзіне таяп қалғанын бұл бейбақ қайдан білсін? «Қайтесің? Соғыс иттің осы жаман. Бұны өлтірмесе жолдастарым өледі. Обалы Илханға». Сәлімгерей серіктерін қайткенмен де құтқаруға бел буған. Қолға түсіп, өзім өлермін дегенді тіпті ойламаған. Бұл қашып шыққандарын есінен шығара алмаған. Сәлімгерей онсыз да қатты өкінішті еді. Каламонды берке ат етіп тарттырмақ болып жатқанда, жұрт танымайтындай боп қара киініп барып, құлдарды көтеріліске шақырғаным дұрыс болды ма? Әлде қателестім бе деп сан толқыған. Өзегі өртеніп, өлердей боп сан қиналған. Сол күні төгілген қан, сол күнге өлген құлдар. Сен болмағанда біз бітпейтін едік қой дегендей қоярға жанын жер таптырмаған. Бірақ ол күні құлдар көтерілісінен басқа жол жоқ еді ғой. 1000 сан құл өлгенменен 100 000 сан құлдың көңілі оянған жоқ па? Күресе берсе, алса берсе, алса берсе, құлдықтан құтылатын жолдың бар екенін түсінген жоқ па? Және ол жол тек қан төккен, жан берген күрес арқылы келетінін сол түнде құлдардың өздері ұқты емес пе? Иә, ұқты. Сол түнде қолындағы шынжырын жолдастары балғамен ұрып сындырғанда, 2 қолы босаған бір мосқал құлдың дуал үстіне шығып алып, «Көрдіңдер ме? Мен шынжырдан босандым. 2 қолым бос. 1000 жыл шынжырлы өмір сүргенімше, осылай шынжырсыз бір түн тәуелсіз жүргенім қандай қуанышты. Қазір шын бақыттымын. Қолым кісенсіз. Жауымның жағасынан ала аламын» деп жұртқа шынжырдан босаған қолдарын жоғары көтеріп шаттана айқай салғаны Сәлімгерейдің есінде. Өзі де сол түні бостандықтың, теңдіктің осылай келетінін түсінген. Сөйтсе де сонау 1000 сан адам бірақ көмілген мола ойынан тіпті кетпеген. Оған сол моладағылар «Бізді ұмытпа, біз үшін сен күрес, хандардағы кегімізді сен ал» деп жатқандай болатында тұратын. Осы уақытқа дейін үй болып түтіні түтетіп, еркек болып жар құшақтап, бала сүйіп көрмеген Сәлімгерей осыдан барып жалғыз жаңқасы қалғанша ендігі өмірінде күштілермен алысып өтуге өзіне өзі серт берген. Қазіргі